Бала 12 жасқа келген сәттен бастап өмірдің мәні, мақсат, бақыт іздейтін жаңа жас кезеңге қадам басады. Осы бос кеңістікті пайдаланған жат діни ағым өкілдері шындықты біз ғана білеміз деп өз ортасына тартады. Ата-анасына, отбасына, достарына, жалпы қоғамға реніші пайда болған бала қоғамда белгілі бір өзін қабылдайтын ортаны іздейді. Осы сәтті радикалды топтар пайдаланып, манипуляция арқылы біз сенің отбасыңмыз, біз сені жақсы көреміз деген секілді жылулық беру арқылы өз ортасына тартады. Қазіргі таңда интернет желісі арқылы TikTok, YouTube, Telegram, Instagram секілді платформалар арқылы жеңіл видео жіберу арқылы немесе ерлік жасау жолдары, шахид болу жолдары, өмірдің мәні осыда деген секілді түрлі видео контенттер адамның, баланың санасын улап жатыр. Кейде ойындар арқылы, комикстер арқылы радикалды топтар жаман пиғылды ойларын жүзеге асыруда. Осы себепті ата-ана тарапынан баланы бақылау арқылы дінді, сенімді дерек көзден үйренуді және дін мен дәстүрдің бір-бірімен байланысы бар екендігін түсіндіру аса қажет болып табылады. Білімсіздік ақталу емес, қауіпсіз болу үшін дінді де, заңды да білу маңызды. Заңды білмеу жауапкершіліктен босатпайды.